Сәлем балақай, көңіл күйің қалай? Әліппе сабағынан бүгінгі тақырыбымыз мен әдепті баламын. Біздер қандай баланы әдепті бала деп атаймыз? Олар қандай сөздерді көп қолданады? Әдепті бала деп үлкендерді, кішілерді құрметтеп сыйлай білетін баланы, табиғатқа жанашырлықпен қарай білетін баланы айтамыз. Әдепті бала үнемі үлкендермен сәлемдесіп жүреді, алғысын білдіреді, қате кеткен кезде кешірім сұрауды біледі, өтініш айтуды біледі және рұқсат сұрауды, қоштасар кезде сау бол айтуды біледі. Біздер де әрқашан әдептілік сөздерді қолданып, өзімізді әдепті ұстай білуіміз қажет. Кәне балақай, енді оқулықтағы мына сурет бойынша әңгімелесіп көрейік. Ата нені түсіріп алды? Бала не істеді? Ата қандай сиқырлы сөз айтуы мүмкін? Бұл суретте ата өзінің көзілдірігін түсіріп алды. Бала әдептілік танытып, атаның көзілдірігін алып берді. Ата оған алғысын жаудырып, батасын берді. Бұл суреттегі балақай үлкенге құрмет көрсетіп, әдептілік танытты. Енді балақай осы жердегі қандай заттарды көріп тұрмыз? Атауын айта қояйық. Мысалға, нанды көріп тұрмыз. Сағат, сатушы, қыз бала, ер бала, атайды көріп тұрмыз және көзілдірік бар. Бұлардың барлығы белгілі бір заттардың атауын білдіреді. Суреттің астынан назар аударсақ, нанның суретін, сағат және көзілдіріктің суретін көрсек болады. Біздер әр қайсының атын атадық. Нан, сағат, көзілдірік, бұның әр қайсысы сөз болып табылады. Балақай, енді оқулықтың төменгі жағына қарайтын болсақ, біздер карандаштың суретін көреміз. Карандаштардың түсін анықтайықшы. Жасыл, сары, қызыл, көк түстер екен. Жасыл және қызыл түсті карандаштар қандай? Олар қысқа әрі жіңішке. Көк және сары түсті карандаштар қандай? Олар ұзын әрі жуан екен. Бұл жерде біздер заттың атын атадық және түстерін атадық. Ол үшін біздер сөздерді қолдандық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Кездескенше.